Қайырлы күн достар, сіздермен бірге осындай етті бәлішті бірігіп жасайтын боламыз. Ол үшін міне құрамы барлығы жазылып тұр. Ең бастысы біріншіден айранымызды құямыз. 200 грамм айран, сары май 100 грамм ертіп аламыз. Микроволновкаға ертіп алдым. Бір жұмыртқа, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне ұнымызды салып, өткіштен өткіземіз. 400-450 граммдай ұн кетті. Қопсытқышымызды қосып, разрыхлителімізді қосып, жақсылап тұрып нанымызды елеп аламыз. Міне нанымызды тындырмай қойсаңыздар да болады. Бір 5-10 минут жеткілікті. 2 бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кіші бөлікке бөліп, нанымызды домалақтап жайып аламыз. Міне табамызды, протеинімізді майлап, мен шемішкен маймен майладым. Жаңағы бірінші нанымызды қамырымызды астына салатын боламыз. Салмасын мен бірден салдым. Міне фаршпен сарымсағымды қосып, бірге араластырып, тұз бұрышымды салып, қазір қамырдың үстіне салатын боламын. Өзіңіз татымына қарай жасай бересіздер. Міне өстіп фаршымызды біркелкі қылып жайып аламыз. Ендігі кезекте екінші жаңағы кішкентай қамырымызды алып, бұны да домалақтап жайып, бетіне қоятын боламыз. Бетін жабамыз осымен. Жаңағы жайған қамырымызды алып, үстіне қойып, өстіп өрген сияқты қылып, шеттерін біріктіріп шығасыздар. Ендігі кезекте бір жұмыртқаны алып, жарып, бетіне жағып шығамыз. Шанышқымен де өстіп тесіп шығуымыз керек. Сол кезде арасы жақсы пісіп шығатын болады. Вилкамен.
Міне жұмыртқамызды жағып жатырмыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп шығасыз. Пісіп шыққан пирогыңыздың бетіне міндетті түрде сары майды жағып жақсаңыздар, сол кезде беті жұмсақ болады. Сіздермен болған Ақерке. Міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды, подписка бөліміне тіркелуді ұмытпаңыз. Көп рахмет, сау болыңыз, аман болыңыз.